Ата-ана сағаты подкастын бастаймыз. Бір балам бар, бір баланың анасымын. Іс-әрекетіне қарай мақтап отыру керек. Мен үшін ол ең маңызды нәрсенің бірі деп ойлаймын. Жақсы сөздер есту керек ата-анадан. Жылы жақсы сөздер. Біреудің қолынан кәмпит алма, ешкіммен барма, машинаға отырма, ешкіммен сөйлеспе, тым болмағанда айғайлап қаш дейтін. Баланы жазалап, қорқытып керек жоқ деп ойлаймын. Енді ол баланың да деңгейі шығар. Көп болса сол жерде мақтап жіберсін. Келесі жолы сен бұл үшіңді я екіңді беске жоясың. Мысалы, менің ұлым қараңғыдан қорқады. Әлі күнге дейін қорқады қараңғыдан. Мен сынып жетекшімнен қорқамын. Ол кісі маған сөйлеген кезде мен сөйлей алмай қалам, айтайын деп тұрғанда айта алмай қалам. Саламатсыздар ма? Ата-ана сағаты подкастын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз баланы мақтау және жазалау, баладағы қорқыныштар туралы сөз қозғаймыз. Подкастымыздың қонақтары Айнұр Дүйсенбекқызы, номер 73 мектеп лицейінің педагог-психологы және Қымбат Қанатбекқызы, ата-ана дефектолог. Саламатсыздар ма? Ең алдымен сіздер өздеріңіз туралы айтып өтсеңіздер. Мен 73 мектеп лицейінің педагог-психологымын. Осы Астана қаласында тұрамын. 3 балам бар. Үлкен 2 қыз бала, 1 ер бала. Жақсы. Мен осы Астана қаласында тұрып жатқаныма 2 жыл болды. Есімім Қымбат Балғазина. 1 балам бар, 1 баланың анасымын, хоккеист. Нешінші сыныпта оқиды балам? Биыл 5-ші лицей сыныбына өтіп жатыр. Сол мектепте өзімнің жұмыс істеп жатқам. Біз мақтау туралы сөз қозғағанда ең басты өздеріңізден сұрайыншы, сіздер өмірде мақтауды көп естідіңіздер ме? Мен өзім өмірде мақтауды өте көп естіген адамым. Өзім үйдің ерке қызы болдым. 2 ұлдан кейін мен папамның қызы болдым. Мені әрқашанда мақтап, әрқашан қолдап жүретін ең басты қызық нәрсе, мені әке-шешем әрқашанда бұл бастық болатын бала, бұл мені жетелейтін бала, бұл үлкен жетістікке жететін бала деп мені әрқашан мақтап жүретін. Содан ба білмеймін, осы күнге дейін көп дәрежелі жақсы жұмыстарды жұмыс істеп, кәсіптің иесі болдым. Қазір үлкен жетістіктерге жетіп жатырмын. Мүмкін сол мақтаудың әсері шығар деп ойлаймын. Енді мен ондай көп естідім деп айтпаймын, бірақ естідім. Өйткені мен үйдің үлкені болдым. Менен кейін 5 бауырым бар. Соларға да қолғанат болып, анамның бір жағында жалау болып жүрдім. Сондықтан мақтауды өз дәрежесінде естідім деп айта аламын. Енді қазір сіздер мектепте жұмыс істейсіздер. Баланы жиі мақтау қажет пе? Жаңа өзімнің өмірімдегі айтып отқан баяндамамдай, мақтау мен үшін ол ең маңызды нәрсенің бірі деп ойлаймын. Өйткені мақтау, мадақтау ол баланы үлкен бір жетістікке жетелейді. Ол өзіне деген сенімділігін арттырады. Ол бала әрқашанда ештеңеден қорықпайды. Ол әрқашанда алға қарай жүруге талпынып тұратын секілді болып тұрады. Мысалы, мен өзімнің ұлымды да әрқашанда мақтап жүремін. Әрқашанда мақтап, сенің қолыңнан келеді, мен саған сенемін деп сөйтіп жүрген сайын, ол одан сайын қанаттанып, былай кәдімгідей рухтанады ғой. Кейде осы мақтау менмендікке, я болмаса басқа да бір жаман қасиеттерге ұласып кетуі мүмкін. Соны бір балансты қалай ұстауға болады? Әлде ондай жоқ деп ойлайсыздар ма? Бұл үйдегі тәрбиемен беріп жатқан мақтаудағы айтылған сөздерге байланысты шығар деп ойлаймын. Және ол баланың өзінің таза, сен бәрінен кереметсің, бәрі нашар, сен ғана кереметсің десе, әрине балада менмендік пайда болады ол. Егерде сен, бұл мысалы, мен балам хоккеист. Хоккейде бізде командада бар, балалар жаңағында тура менмендікті тәрбиелейтін ата-аналар да бар. Мысалы, мен өз балама айтамын, бұл сенің командаң, сен командаңнан бөлінбе, сен командаңмен бірге бол, бірақ та сенің қолыңнан келеді, сен әрқашанда жетесің, сендер бірге боласыңдар деп, осындай қолдау көрсету арқылы олар шынымен де жетістікке жетіп, өткенде ЧРК-да чемпионатта Қазақстан Республикасының чемпионатында үлкен жетістікке жетіп, орындар алып келген кездері болған. Ол командаға берген рух, баланы өзіне жеке берген. Егер жаңағындай болса, әрине менмендік пайда болады ол балада. Мектепте мақтау қалай жүзеге асады? Балалармен жұмыс көп жағдайда іс-әрекетіне қарай ғой баланың. Іс-әрекетіне қарай мақтап отыру керек. Енді жаңағыдай жазалауды мен көп қолдана бермеймін. Өйткені бала өз іс-әрекетіне жауап беру керек, білу керек, қай жерде қандай іс-әрекет жасады. Сондықтан жалғыз бала емес, ол үлкен адам да өзінің іс-әрекетіне бір жауап күтіп тұрады.
қазіргі таңда. Мені бір жерде әйтеуір жақсылығымды көрсе екен, айтса екен деп. Сол себептен мен көбірек сол баланы мадақтап, жылы сөздерді көбірек айтып, айттым ғой, күніне бірнеше рет құшақтап балаға. Өзіне жақсы қарым-қатынаста болса бәрі жақсы болады деген ойда. Енді мақтау болған жерде кейде жазалау да болып жатады. Өйткені балалардың түрлі іс-әрекеттерін біз бағалап жатамыз. Сонда жазалау не үшін көбінесе балаларды жазалайды? Ойлайсыздар. 3 жасқа дейін мысалы жазаламайды. Өйткені ол бала түсінбейді ештеңені. Енді 3 жастан кейін жаңағыдай ғой, енді іс-әрекетіне қарай жазаланады. Мұнда да жазалау түрі енді қазір мысалы осы немізде, заманымызда тәрбиеге көбірек мән беріп жатыр. Мысалы айтады ғой, 5 жасқа дейін балаңды қандай ұста, 15 жасына дейін досыңдай, 5 жасына дейін ханыңдай ұста, 15 жасына дейін жаңағы құлдай ұста, сосын 15 жасынан кейін досыңдай сырласып сырлас дейді. Сол себепте енді көбірек баламен сырласып, не жағдай болмасын, көбірек баланың ойын біліп, айтып, бір-бірін жақсы қарым-қатынаста сырласса, бала ішінен ештеңе бұзақылық жасамайды деп ойлаймын. Барлық нәрсемен бөлісіп, жақсы деңгейге жетеді деген ойда. Жоқ, кейде мысалы балалардың айтқанды тыңдамағаны үшін де жазалап жатады. Осыған қалай қарайсыздар? Мысалы жазалаумен, жалпы мақтаумен жазалаудың өзінің бір шегі болады. Бір шегі болу керек. Мысалы жазалаудың да түрлері көп. Ол біреу ұрып соғып төмпештеп жатса, біреу тек қана сөзбен ақ жеткізеді. Мысалы менің өзімнің немде тәрбиемде, мен өз баламды жалғыз өзім тәрбиелеп отырмын. Сонда мысалы мен ұлыммен былай сөйлесем. Әрқашанда мысалы қандай да бір жағдай, мысалы бір нәрсені дұрыс істемей қойса, бірінші ол балаға түсіндіру керек. Не себепті ол дұрыс істемегендігін, Міне психолог маман да мені қолдайды. Және ол дұрыс істемегеннен кейін ол балаға, егер де ол бала сол қателікті қайтадан қайталайтын болса, оған жазалау қандай болады? Мысалы мен өзім телефон алып қоямын, мысалы бір апта телефон ұстамайсың деп, мысалы, или далаға шықпайсың деген сияқты, сондай нәрселерді қолданамын. Болады, кейде ұрсатын кезім болатын. Ұрысқаннан кейін не үшін ұрыстым, себебін түсіндіремін. Бұрындары, мысалы, өзім осы маман иесі болмай тұрған кезде, енді маман иесі болғанда психологияны өзім оқыдым. Екінші мамандығым психология, дегенмен де сол психологияны оқымағаным бұрын мен жаңағы баланы бет алды ұрса беретінмін ғой. Сосын кейін ойландым, мен неге ұрса берем бұл балаға деп, бұл баладан ертең қандай бала шығады деп. Содан жаңағы өзім психологияны оқыдым, жаңа әртүрлі кітаптарды оқыдым, өзім жаңағы психология маманын меңгеріп алдым. Содан кейін мен бала тәрбиесіне деген мүлдем көзқарасым өзгерді. Баламен сөйлесуді үйрендім. Шыны керек, өзім кейде таңғаламын ғой. Кейде өзіме таңғалып қандай өзгерістер болды? Ол баланы түсіне бастадым. Мен баланы түсінбес бұрын бірінші өзіңді түсініп алу керек екенсің. Баланың бұл проблемасы, мысалы, ол жасаған қиындықты біз бұрында бізді жасадық қой. Бізді де кезінде әке-шешеміз оқтаумен ұрып өсірген, шынымды айтсақ. Қазіргі балалар оны көтермейді. Оны қазіргі балалар көтермейді, сразу суицид қылып жібереді, айтыңызшы. Сол себептен не істедім мен? Жаңағы алдымен өзімді түсіндім. Мен неге олай істеймін деген сұрақтарға өзім жауап таптым. Және содан кейін баламды түсінуге тырыстым. Және оған түсіндіре бастадым. Сен бұл қателікті не үшін жасадың, соған сен анализ жасашы деген сияқты ойлар келтірдім. Әрине мен балам 10 жастағы балаға бұл слишком кішкентай, енді қиын анализ жасау. Дегенмен де қазір кішкене жетістігін көріп келе жатырмыз, оған да шүкір. Әр бала бұл қоғамның бір мүшесі, кішкентай бала болғанымен. Сондықтан қоғамда қалыптасқан белгілі бір нормалар бар, ережелер бар. Және сол ережелер мен нормаларды кейде мүлтіксіз орындауды талап етеді баладан да. Сондықтан сол бала осыны қалай сіңіреміз, кейбір нормаларды орындауды. Мектепте қалай жүргізіледі, осындай үйде, отбасында. Отбасында үйде дейсіз ба, нормалар? Мысалы, қоғамдық нормалар бар ғой, бір ережелер бар, тәртіп ұстауы, мысалы, балалармен қандай қарым-қатынаста болуы, мектепте қандай өзінің тәртіптері болады, мысалы, сол ережелерге бағынуы, қарым-қатынас. Сіздің мектепте қандай ережелер бар, мысалы? Кешірімді болуы, мысалы, тіл табыса білуі, қарым-қатынас жасай білуі. Мысалы, жаңағы нормалар дейсіз ғой, баладан кішкентай бала, баланың жасына қарай нету керек оны. Егер кішкентай баладан ол нормаға сіз оған
қалыпқа келтіре алмайсыз. Ол бәрі өз балалығын жасап, ол обязательно бірдеңе бөлдіріп, бірдеңе істеп отырады. Ол бала болғаннан кейін солай. Мысалы, тағы да өзіміздің өмірімізден мысал алайық. Мен балам өзі ерке бала, кішкене енді үйдің жалғыз баласы болғасын, еркелеу, жаңағы әрқашанда көңілді қалап отырады, әсіресе ер адамнан көңіл қалап отырады. Сонда жаңағы командамен басқа жаққа қарай кеткен кезде, мен бара алмай қаламын кейде жұмыспен, сол кезде жаңағы ата-аналар маған ренжиді. Сіздің балаңыз бұзық, сіздің балаңыз шошақай, сіздің балаңыз бүйтті, сіздің балаңыз сөйтті деп. Сонда мен сұрақ қоямын да ата-аналарға, сіздің балаңыз солай істеген жоқ па? Әлде мен балам ғана солай істеді ма деп. Сол сұраққа жауап беріңізші деп. Енді бәрі істеді ғой, бітті ғой. Ендеше бәрі істесе, мен де балам қатармен бірге істеген. Оны үйтіп бөліп жармаңыз. Ол кішкентай бала. Оған қаншалықты тыныш отыр десең, ол отырмайды, өйткені ол бала. Вот ертең есейеді, 15-20 жасқа келген кезде отырмаса, ол сөзді маған айтасыз. Мен сол кезде басқаша сөйлесемін деп сөйтіп айтамын. Бұл кезде жаңағы айтып отқан жаңа нормаларға бала кейбір кезде сәйкес келе бермейді, өйткені ол бала балалығын жасайды бәрібір. Және соны түсіне білген дұрыс. Менің айтқым келгені жаңа ережелерді бұзғаны үшін баланы міндетті түрде жазалаудың қажеті жоқ. Ескерту керек, түсіндіру керек. Іс әрекетін болмаса білу керек. Қандай жағдайда дұрыс, қандай жағдайда қазір білмеймін қалай болып жатқанын. Бұрынғы кездері көбінесе балалардың тәртібі үшін бағасын төмендетіп қоятын. Меніңше ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені әрине баға деген ол ештеңені шешпейді. Дегенмен бала баға төмендегенде ол балаға түсіндіре алмайсың, ол бағаның ешқандай мән мағынасы жоқ екен. Бірақ балаға баға түсіп қалғанын естіген бала әрқашанда өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Ол үйге келген кезде мама маған қазір 2 алғаным үшін ұрсады деген сияқты өзімен өзі бір қорқыныштарды өзіне жақындатып алады бала деген. Бойына жинап алады да комплекс пайда болады балада. Өз-өзіне сенбейді, жаңағы достар мазақтайды деген сияқты. Ол негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Егер жазалау керек болса, ол балаға арнайы бір жаза қолдан. Бірақ ол класстың ортасында емес, жеке өзімен ғана деп ойлаймын. Жеке сөйлесіп. Мысалы бізде тренеріміз біздің балалар жаңағы бір нәрсені кешігіп келді ма, сабақ тренировкаға кешігіп келсе, ол баланы кувырок жасатады. Ол қиын кувырок жасау, хоккейный киіммен кувырок жасау қиын. Соны кувырок жасайды, ал келесі жолы ол кувырок жасамаудың амалын жасап, бала кешікпеуге тырысады. Мама, болсай деп естіп отырады да. Сол сияқты егер де сондай бір индивидуальный бір подход дейді ғой, орысша айтқанда, сондай бір нәрсе болса, мүмкін басқаша болатын деді. Но бірақ класстың алдында емес, жаңағы баға төмендету деген ол өте нашар. Онда үйде күн тәртібін қалай сақтайсыздар? Тәртіп тұрамыз. Сосын сабағына барады. Үйде енді қазір мына жағдайға байланысты үйде ғой бірыңғай. Телефонды да бір белгілі мөлшерде. Сосын есіктің алдында аулада ойнайды белгілі бір уақытта. Сосын келіп күнделікті қолын жуып, тамақтанып, кішкене 1-2 сағат демалып, телевизорын көріп, қайтадан сол күнделікті қайталанады ғой. Сол жағдай. Арасында отырып жарты сағат сөйлесеміз. Арасында өзімде жұмыстарым бар. Бізде каникул кезінде, демалыс кезінде тренировка болмаған күндері өте қиын. Мен оны онда жатқыза алмаймын. Бала ғой енді. Олайды, шулайды, әйтеуір біз түні бойы жүреміз, сөйтіп 1-2 ұйқымыз қанбайды, ертеңгі күні бетіміз бәрі ісіп. Бірақ та шын ғой енді. Одан кейін қазір міне тренировкалар басталды, далада қазір рұқсат берілді ғой, карантин болса да. Сол тренировкасы жақсы болды. Біздің өзіміздің, енді спортсмен болғаннан кейін біздің өзіміздің режиміміз бар. Біздікі таңертең тұрамыз, тамақ бір кесе су ішеміз міндетті түрде, тамағымызды ішеміз, сабағымызды оқимыз, тренировкаға дайындаламыз, одан кейін далаға ойнап келеміз, кішкене телефонға уақыт беремін деген сияқты. Уже графикпен кеткен, ал оған дейін бізде график болмайды уже. Демалыс күндері уже болмайды график деген. Мен оған кейде послабление беремін андай. Еркіндік. Өйткені онсыз тағы болмайды, бала тағы шаршап кетеді, қызығушылығы артпай кетеді уже. Арасында еркіндікке беріп тұру керек. Қазіргі мектепте ережелер бар ғой. Қандай ережелер бар және ережені бұзған үшін жаңағыдай жазалау, сөгіс берудің қандай түрлері бар? Айтып өтесіздер ме? Ережелер, мысалы, мектеп формасын сақтау, сабаққа кешікпеу, қоңыраудың кезінде жүгірмеу. Мысалы, жүгіргенде енді кейбір балалар болады ғой, бір кетіп баратып түртіп кету, ойнап қатты. Сондай өзінің ережелері бар. Енді оны, мысалы, сабаққа кешігіп жатса, ескерту жасайды 1 рет, 2 рет. Үшіншінде уже нақа болмай жатса, ата-анасын шақыртады, ата-анасынан сөгіс береді, айтады, ескертеді. Сосын тағандай, мысалы, сабақтарын орындамай келетін балалар болады. Мысалы, онда да өзіне қосымша тапсырмалар беріп, сабақтан алып қалып атады кейде. Мысалы, бүгін мен үй тапсырмасын орындамаған үшін, мен қазір бір жарты сағат сізбен отырамын, жұмыс жасаймын деп, баланы алып қалып жазалап атады. Сынып жетекші. Біздің мектепте
76 мектепте осы міне биыл 2-ші жылға кетіп бара жатыр ғой жұмыс істеп жатқаныма. Бір оқу жылын бітірдім. Сол бір оқу жылында бітірген кезде мен байқағаным, бұрынғы мен мектепте істеген мектептен ерекше, өте ерекше жер мен көктей кәдімгідей. Бізде бір жақсы жері, бізде баланы жүгіртпеңдер деп мұғалімдерге айтады да, және сол балаларды жүгіртпеудің алдын алады, то есть амалдарын жасайды да. Ол деген не? Бізде Қоңырауда міндетті түрде өлең айтқызады, ойын ойнатқызады, кто я деген жаңағыдай әртүрлі настольный ойындар, үстел үстінде ойнайтын ойындар ойнатады. Сонда шынымен де баланың жүгіруі азайды бізде. Басында кішкене көптеу болады, енді алғашқы сентябрь, қыркүйек кездерінде. Оқу жылының басы боласың. Оқу болады ғой кәдімгідей. Сондай бір қызықтар болды бізде. Бірақ қалай жазалағанын мен көрген емеспін. Но жазаламас бұрын бізде соны болдырмаудың амалдарын осылай қылып жасайды екен. Сынып жетекшілігі өздері жұмыс жасайды ғой балалармен. Кәдімгідей сонысына қызықтым, өте жақсы. Жақсы. Негізі баланы жазаламай, балаға ұрыспай өсіру деген бір бағыттар бар. Кейбір ата-аналар жалпы дүние жүзінде де Қазақстанда да ұстанады осы бағытты. Ұрыспай, жазаламай өсіру. Қалай қарайсыздар? Ол мүмкін бе? Мүмкін емес. Неге? Мүлде мүмкін емес. Бәрібір де балаға, айтып отырмын ғой, жаңа басында айттым ғой, бір шегі болу керек деп. Ол балаға өзінің қателігін түсіндіріп, сол қателігін болдырмауды үйретпесе, ол мақтай бер. Мысалы, ол бала барды, кружканы сындырды, я? Бір ыдыстар барлығын құлатып алып сындырды делік. Енді оған ұрыспайсың ба, ыдысты сындырғаны үшін? Ол енді мүмкін әдейі сындырмаған шығар. Оны түсіндіріп айту керек. Ол бір сындырды, екі сындырды, үшінші сындырған кезде тағы да бір, мысалы, сөгіс беруге болады балаға ше, мысалы. Енді ол жиі сындырмайды дегенмен. Мысал келтіре кетейінші, жақында бір кітап оқып, сол жерде айтады да, бір отбасында ағасы мен әпкесі болады. Кішкентай кезінде олар жүгіріп жүріп, бір вазаны сындырып қояды. Сосын мамасы келіп сұрайды, кім сындырды дегенде, балалар айтады, мен сындырған жоқ деп, бір-біріне жаңағы жала жаба бастайды балалар. Содан мамасы оларға ұрыспайды да айтады, бірақ айтады, күнделікті сендерге мен ақша беріп тұратынмын, аптасына бір рет. Сол ақшаларыңнан ұстап қаламын. Я бір 3-4 ай жинап, осы вазаның құнын шығарамыз дейді. Мысалы, сондай бір амалдар болады екен, жаңағы баланы жазалаудың бір түрі. Бір түрі ретінде. Әрине, ол бұл жерде бала келіспеуі де мүмкін де, айтады, жоқ, мен сындырған жоқпын ғой. Бірақ бұл жерде екі бала жауапкершілікті бөлісу керек. Білу керек, екеуі де білу керек. Жауапкершілікті бөліскендіктен ол келесі жолы мүмкін абай болады деген бір қорытынды шығарады жаңағы ата-аналарды. Жаңағы өзінің бүлдіргенін бала біліп отырмаса, ол жаңағы жазалау арқылы біліп отырмаса, ол кейін оны қайталай береді, ол қателікті. Сосын ұрыстың көкесі пайда болады сол кезде. Білу керек қой. Бұл жерде тағы бір мәселе бар ғой, жалпы бала тәрбиесінде оған адамгершілік қасиеттерді сіңіру ең басты. Ең басты, маңызды. Өйткені жақсылық жасау, мейірімді болу, бірақ мына қазіргідей заманда кейде балалардың зорлық зомбылық көріп жатыр, қиыншылықтар көріп жатыр. Сол кезде қаншалықты дұрыс, қалай жаңа адамгершілік қасиеттерін біз балаға бәрібір сіңдіруіміз керек. Бұл негізі ғой мен үшін бір үлкен, бір қиын тақырыптың бірі шынымды айтсам. Өйткені мен қазір балам үшін өте қатты қорқамын. Ер бала болса да қорқынышты. Енді 4-5 жастан өттік, өзі аңқау кез ғой, қазір уже білет, уже кім екенін соңды біліп жатыр ақырындап. Оны біздің үйретуіміз арқылы біліп жатыр, я. Дегенмен де, мысалы, мен балама әрқашанда айтамын, көмектесіп жүр, жақсылық жаса деп жүрем, бірақ та біздің өзіміздің ережеміз бар. Біреудің қолынан кәмпит алма, ешкіммен барма, машинаға отырма, ешкіммен сөйлеспе, тым болмағанда айғайлап қаш дейтін не бар. Бірақ соған қарамастан менің ұлым андай экстраверт. Ол деген әрқайсымен жалпылдап сөйлесіп кете береді. Содан қорқам кейде өзім шыным керек. Бірақ дегенмен де әрқашанда, мысалы, кешке далаға ойнауға шығамын, мынандай уақытта кел деген уақытта ол келеді. Келмесе одан артық не керек? Дұрыс. Енді сіздермен қорқыныш туралы сөйлесейік. Естеріңізде болса, бала кездегі қорқыныштарыңыз қандай еді? Мен судан қорқамын. Судан қорқасыз. Әлі де қорқасыз ба? Иә, мен 3 рет баттым. Бір рет бала кезінде ағам ойнап отырып батырды. Екінші рет анау Қырғызстанда Аса деген
өзен бар. Ағысы өте қатты. Сол өзеннен үлкен қашықтыққа дейін ағып кеткен судың астымен. Ол кезде енді өмірге деген құлшынысым көмектесті ма, Аллах көмектесті ма білмеймін, әйтеуір өзім атып шығып, мені көрген адам, артынан шырылдап жүрген адамдар құтқарып алып, есін жиған кез болған. Сол өте қалып қойыпты басында. Одан кейін студент кезімде достарым суға лақтырып жүріп жүзу білмеймін ғой енді. Содан мен жаңа айттым ғой, жоғары жақта айттым, иә, психологияны оқыдым ғой. Сол кезде бірінші өзімен жұмыс жасадым. Бірінші өзімен жұмыс жасадым. Сол кезде қорқынышымды жеңдім. Бірақ қазір мен бассейнге түсем, өзен көл дегенге жоламаймын. Бассейнге түсем. Бірақ бассейнге түскеннің өзіне андай баллон бәрін тағып аламын, кәдімгі андай әскери жауын секілді. Соңсыз кірмеймін. Кіргеннің өзінде де мен әлі күнге дейін андай толқындап тұрған, толқын алып баратқан секілді сондай сезімдер болады. Мен өзімді жұбатамын. Сондай бір үлкен қорқыныш болды менде, өте қатты. Менде де сондай жағдай. Судан қорқамын, суға түспеймін. Өйткені өмірде мысалы биіктен қорқу бар, өрмекшіден қорқу, тар бөлмелерден қорқу, кеңістіктен де қорқатын адамдар бар. Мысалы қорқыныштың түрі көп. Балаларда қандай қорқыныш бар? Осы жаңа атап өткендердің барлығы әр балада болады ғой. Әр жағдайына қарай ғой, әр ситуациясына қарай, өзі кездескен келеңдерге қарай. Мысал келтіріп, сол қорқынышты қалай жеңдіңіздер, қалай жеңуге көмектесуге тырысу керек ата-аналар, қалай ойлайсыздар? Мысалы, менің ұлым қараңғыдан қорқады. Әлі күнге дейін қорқады қараңғыдан. Ол түнде қараңғыда жүруден қорықпайды, үйде қараңғыда жатудан қорқады. Білмеймін неге екенін, біз осы қазіргі тұрып жатқан үйден гөрі бұрын басқа бір үйде тұрған едік. Сол үйден басталды қорқынышы. Ол үйден андай шкафтың бетінде үлкен айна болатын, жермен төбеге дейін жоғары қарай. Сонда жаңағы бір күні мама қасыма жатшы, қасыма жатшы деп қоймайды. Сосын не болып қалды деп. Сосын ол үйден көшіп келген өзіне әлі күнге дейін кейде сұрайды, қасыма жатшы. Мен айтамын, жатуға болмайды, сен уже ересек баласың, 10-ға келдің деп. Кішкене свет жағып қоямын жаңағы ночникті. Сол кезде кішкене қорқынышқа жойылып келе жатыр. Өзіне күнделікті анау миына құйып отырамын ғой. Сен үлкен жігітсің, ешкім жоқ, қорықпа деп. Бірақ оны айтпас бұрын мен одан сұрадым, неге қорыққанын. Сөйтсем, ол бала айтады, ана үйде шкафтан біреу қарады деп. Елес анау айнаға жарық түскен ғой, жарық түскен ғой айнаға. Жарық түсті ма? Содан сөйлегеннен кейін мен айтамын, ол деген жай нәрсе, қорықпа деп жұбату арқылы қазір светті жағып қоямын, сонымен жатады. Сондай жеңіс болды бізде. Мысалы, психологсыз, мектепте балалар осындай қорқыныштарымен келе ме, немесе ата-аналары балада осындай қорқыныш бар, оны қалай жеңеміз деген сұрақтар туындай ма? Енді қорқынышқа байланысты келмепті, жаңағы мектепке дайындыққа байланысты келді. Сосын дос таба алмай, сыныпта болады ғой енді. Жаңадан келген бала ортаға бейімдей алмай, мысалы, үйрене алмай. Сондай жағдайлармен көп келді. Бірақ қорқынышқа байланысты балалар, ата-аналар келмепті. Сіз енді психологсыз, мектепте жалпы балалардың қорқынышына байланысты қандай кеңестер берер едіңіз ата-аналарға? Енді адамда жақсы ой болу керек біріншіден. Әр нәрсені ойлай берсең, ой арқылы келеді деп ойлаймын. Жамандықта, неде жақсы сөйлеу керек, жақсы нәрсе көру керек, жақсы сөздер есту керек ата-анадан, жылы-жылы жақсы сөздер. Сосын сыныпта, мектепте жүрген достардың арасында болғанда да жақсы сөздер айту керек. Сосын енді қорқыныш туралы айтатын болсам, енді мысалы жүрген жерде жаман нәрсе айтылмау керек. Сосын іштен түйіп қалмау керек. Ондай қиындық нәрселерді оймен бөлісіп, мамандарға бару керек. Сосын жұмыс жасау керек. Мысалы жұмыстар жасаймыз, сурет салғызамыз, тағы да басқа өзінің методикалар бар. Соны қолдана отырып, баланы қорқынышын жеңуге болады деп ойлаймын. Музыка тыңдап, көбірек сөйлесіп, баламен ойын біліп, мысалы, ата-ана да, бала, мұғалім де, сынып жетекші де жұмыс жасау керек. Жан-жақта жұмыс жасап, баланы ойына сіңірсек, жақсы нәрселер. Бала жайме-жайме ойынан аймағады деп ойлаймын. Мысалы, көбінесе балаларда қорқыныштың бір түрі бар, ол нашар баға алып қалу, немесе ата-анаға ұнамай қалуы мүмкін деген сияқты бір қорқыныштар болады. Кейбір ата-аналар болады ғой, мысалы 2 деген баға алса да, 3 деген баға алса да, үйіне келіп баласын мысалы ұрсып атады. Соған ол бала ренжіп жатып қалады, тамақ та ішпей. Енді менің тарапымнан мысалы өйтіп баланы жазалап қорқытып керек жоқ деп ойлаймын. Енді ол баланың да деңгейі шығар. Көп болса сол жерде мақтап, мадақтап жіберсін. Келесі жолы сен бұл 3-іңді я 2-іңді 5-ге жоясың. Сенен жақсы үміт күтем деген сияқты баланы кішкене сөзбен демеп көтермелеп отыру керек деп ойлаймын. Ол кезде жаңағы ата-ананың несі ғой, балаға қойған үлкен талабы. Өйткені көп анау қарға баласын аппағым дер дейді ғой, кірпі баласын жұмсағым дер.
қайбір ата ана өзінің баласының бір қандай да бір дұрыс істей алмайтынын мойындамайды ешкім. Менің балам гений, менің балам ақылды деп ойлайды да. Ол айтады, сен тек қана 5-ке оқуың керексің, сен тек қана бүйтуің керексің дейді. Сосын бала мектепке барады да 5 ала алмай қалса еңіреп жылап келеді. Ол не істейді? Ол мамасы ары қарай түсінсе, әрине бағада емес, мәселе бағада емес деп түсінсе жақсы ғой. Ол ұрсатын ата-аналар да бар ғой. Айту керек, 5 алмадың. Баға маңызды емес, сен амандығың, келесі жолы аларсың деп бір мақтап жақсы сөздер айтса, бала да может өзгерер ойынан. Мысалы дефектологсыз, сізге көп адамдар да келіп кеңес алатын болар. Сол жерде осы қорқынышпен байланысты мәселелер бола ма? Баланың сөйлеуінде, тілі шығуында. Бағана айтып өттім ғой, әр ата-ана өзінің баласының кем екенін қабылдамайды, мүлдем қабылдамайды. Мысалы балада ЗПР болуы мүмкін да, ЗПР деген жаңағы психикалық деңгейі тежелген балалар, ПДТ, иә. Сондай болуы мүмкін, оны қабылдамайды да, ол баласынан көп жағдайды талап етеді. Сен сабақты оқу, бұл бала оқиды, бұл бала біледі деп өзі сеніп тұрады, бірақ балада ондай нәрсе жоқ, бала психикалық даму тежелген бала. Сол себептен ол бала тоже қорқады жаңағындай. Мен сабақта дұрыс болмай қалсам қорқамын деген сияқты, мама ұрсады, мама ұрады деген сияқты сондай нәрселер болады. Болады кейде қатты қорқыныштан жаңағы мамасына ойын айта алмағаннан балада кекештік пайда болуы мүмкін да. Немесе үйдегі айғай-шу нетен кекештік пайда болуы мүмкін. Ол да баланың қорқынышы іштегі жаңағы қандай да бір. Кейбір балалар мысалы сынып жетекшісінен де қорқады. Соны айта алмайды да, сосын бізге келіп бізден сұрайды, апай, мен мысалы мен сынып жетекшімнен қорқамын. Ол кісі маған сөйлеген кезде мен сөйлей алмай қалам, айтайын деп тұрғанымды айта алмай қалам. Сосын ол кісі сөйлеп жатқанда басым төмен қарасам тағы ұрсады деген сияқты сондай жиі болады. Осы неден болады осындай ситуация? Мұғалім мен екеуінің арасындағы қарым-қатынас жақсы болу керек деп ойлаймын. Әлде мүмкін үйде, отбасында да ол да мүмкін. Ол да әсер етеді. Көбіне сынып жетекшімен. Ол мынандай бір қызық болған, менің өзім өмірімде студентпін ол кезде. Жаңағы психология сабағын оқып жатырмын. Басқа мұғалім алдына барғанда экзаменді жақсы тапсырамын да, бір мұғалім алдына барсам, ұмытам да қалам ғой бәрін. Ұмытып қалам кәдімгідей. Ойымда тұрған бәрін ұмытып қалам. Неге? Өйткені ол кісімен ең бірінші келген кезде бізде арамызда кішкене түсініспеушілік болды. Ол кісі маған андай менің өз-өзіме деген сенімділігімді төмендеп тастаған тұғын сол кісі. Содан кейін сол кісінің алдына барсам, сөзім ұмытып қалам жаңағы кісінің алдына барсам. Сондай сияқты ғой бұл да бір. Балалар да сол сияқты ғой. Бірақ өзіңізбен жұмыс істейсіз сондай кезде. Өзгертуге тырысу керек адам. Тапсырдым ғой ақыры сол экзаменді. Алдын жауап барып тұрып тапсырдым ғой. Балалармен ата-ана, мұғалім жұмыс жасайды деген, мамандар жұмыс жасайды. Сонымен енді мақтау, жазалау, жаңағы балада қорқынышты айтып жатырмыз ғой. Баланы көп мақтау керек дейсіздер. Сол ұстанымды ұстайсыздар ма, жоқ? Көп емес, енді жиірек, шамалы сәл деп болса да жиірек. Өйткені баланың қателігін білген дұрыс. Бала бір нәрсені бүлдіріп тастаса, оны мақтап отырмайсыз ғой сіз. Сен дұрыс істедің, сынғаны сына берсін деген сияқты, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өзінің орнымен болу керек та. Бірақ дегенмен де баланы әрқашанда қолдап, демеп, мақтап, жаңағыда мадақтап отырса, баланың өзіне деген сенімділігі артады да, оның бойында ешқандай қорқыныш та болмайды, ешқандай маманға да баруға болмайды. Өзіңмен өзің ең басты баламен сөйлесе біліп, соны түсіне білу деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Мысалы, баламен қарым-қатынас кезде кейде әділетсіздіктер болып жатады, ата-ана тарапынан да, мұғалім тарапынан. Сол кезде осыны балаға қалай түсіндіруімізге болады? Кейде ата-ана кейін жаңағы оқиға өтіп кеткеннен кейін түсінеді де, мен осы кезде дұрыс істемедім, әділетсіз болдым ғой деп, бірақ жаңағы барып баладан кешірім сұрауға бәрінің жүрегі шешім қабылдай алмай жатады да, кішіре алмай жатады. Негізі іс-әрекетін айтып, балаға жеткізу керек деп ойлаймын. Бала білу керек қой, өзінің дұрыс емес жерін, қай жерде дұрыс, қай жерде бұрыс. Үлкен адам кейде болады, оқиғаның байыбына жетпей жатып, жазалап, немесе бір шешім қабылдап жібереді, уақыт өткен соң ненің не болғанын түсінген кезде, қап, мен дұрыс істемедім деп өкінетін кездер, бірақ барып кешірім сұрай алмайды үлкендер. Білесіз, бала қай кезде қатыгездік танытады? Бала егерде кешіре білмесе. Ол кешіре білген бала, ол қай уақытта кешіре біледі? Егерде оны біреу кешіре алса. Яғни одан біреу кешірім сұрай алса. Жаңағы ең негізгі ата-аналарға кеңес ретінде айтайын. Кешірім сұрай білу керек. Ата-ана да, бала да, мұғалім де. Мұғалім де өзін білу керек.
іс әрекетін, қай жерде кешірім сұрау керек, қай жерде кешірім айту керек, сол жолын білу керек. Негізі кез келген ата-ана ең бірінші соны үйренген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені кейбір ата-аналар ойлайды, мен баламнан кешірім сұрасам, андай дәрежем түсіп қалады деген сияқты ойда келеді да. Ол негізі қате пікір екен. Айтып отырмын ғой, жаңағы өзімді оқып үйренгенше мен жаңа сондай қателіктер болған екен. Қазірдің өзінде кейде бір отырып әлі күнге дейін баламнан кешірім сұраймын ғой, есімде емес. Ол айтады, иә есімде, кешірші мені сол күнге деп, жаңағыдай әлі күнге дейін кешірім сұрайтын кездерім болады. Өйткені бір қатты ренжіткен кезім болған. Енді қайбір ата-ананың қателіктері болады. Негізгі ата-анаға кеңесім ретінде, ата-ана ретінде кеңесім, ең бірінші қандай да бір шешім қабылдамас бұрын бірінші біліп алған дұрыс негізі. Ерінбе, қанша жерден асығыс болсаң да, жаңағы дау болған жерде отырғызып қойып, шешімін біліп, әділ бағалаған дұрыс. Көзін жеткізу керек. Бізде өз балаңды қорғау ол міндетті емес. Егер балаң дұрыс болмаса, бұрыс болса, ол бұрыс екенін бұрыс деп түсіндіру керек балаға. Өйткені бала өз қателігін білмей өссе, ол өзімен өзі ертең есеңгіреп кететін бала болады. Менсініп. Ол да дұрыс емес негізінде. Ата-анаға байланысты, бәрі ата-анаға байланысты. Жақсы. Енді соңында осы подкастымызды аяқтайық. Соңында ата-аналарға қандай тілек айтасыздар? Мен ата-ана ретінде деймін ба? Балаларыңызға сенім артыңыздар. Балаға сенім арту ол үлкен бір дәреже. Баладан әрқашанда кешірім сұрап, кешіре білуді үйреніңіздер, және соны балаға үйретіңіздер. Әрқашанда әрбір баланың кішкентай болсын жетістігіне, тіпті үй жинап, бір мусорды көтеріп салғаны үшін, сол үшін қуана біліңіздер. Ол да үлкен жетістік, ол бала үшін үлкен мәртебе. Сіз балаңыздың әрбір кішкентай ғана бір қуанышына қуана білудің өзі бір мәртебе. Әрқашанда балаңыздың жанында болуға тырысыңыздар. Қанша жерден асығыс болыңыздар, жұмыс істеңіздер, жұмыс істеңіздер, балаңызбен әрқашанда сөйлесуді ұмытпай, әрқашанда қасында болып, құшақтап, мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін деген сөздерді айтудан жалықпаңыздар. Мен айтатын айтты ғой. Тілегіңіз ата-аналарға? Ата-аналар әрдайым мына балапандарымыз аман болсын. Оны өсіріп жатқан ата-аналар аман болсын. Тәрбие беріп жатқан мұғалім жолдастар аман болсын. Біз бар, сіз бар болып, жақсы тәрбие беріп, ұрпақтарымыз мәңгі жасай берсін. Жақсы, рахмет. Осымен ата-ана сағаты подкастын аяқтаймыз. Бүгін бізде қонақта болған Айнұр Дүйсенбекқызы және қымбат Қанатбекқызына көп рахмет айтамыз. Сау болыңыздар, әлеуметтік желілерден тыңдап көріп жүріңіздер. Келесі кездескенше.